Ақжол фракциясының депутаттық сауалы қаржы мониторинг агенттігіне. Құрметті Жанат Қалдыбекұлы, Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелеріне арналған кешегі кеңесте бұл дерт еліміздің дамуына елеулі қиындықтар туғызатынын айтты. Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлықты жою жөнінде тапсырмалар берді. Ақжол демократиялық партиясының саяси бағдарламасында сыбайлас жемқорлық мемлекетімізге негізгі үш қатердің бірі ретінде көрсетілген. Бүгінгі таңда Қазақстан халқының ұрланған қыруар қаражатын елге қайтару маңызды мәселе деп санаймыз. Біздің фракция соңғы жылдары Панама тізімі, Райская досье және Швейцария банктерінің қазақстандықтардың шоттарына қатысты депутаттық сауалдарымызда осы мәселелерді бірнеше рет көтерген болатынбыз. Tax Justice Network халықаралық ұйымының мәліметі бойынша соңғы 25 жылда Қазақстаннан шетелдік офшорларға шамамен 140-160 миллиард ақш доллары шығарылған. Бұл бүкіл елдің жылдық ішкі жалпы өнімі мен оның сыртқы қарызына тең. Кейбір мәліметтерге сәйкес соңғы 5 жылда Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары қаражатты шетелге заңсыз шығару фактілері бойынша 200-ден астам іс қозғаған. Алайда нақты нәтижелері туралы ештеңе белгісіз. Сонымен қатар, қаңтар қасіретінде кейбір олигархтар Қазақстаннан жеке ұшақтармен кетіп қана қоймай, қыруар қаражатын шетелдегі есепшоттарға аударған туралы ресми емес ақпарат бар. Осыған байланысты Ақжол фракциясы қаржы мониторингі агенттігінен сұрайды. Біріншіден, агенттік құрылған бері Қазақстан экономикасын офшорлық аймақтардан нақты қанша қаражат қайтарылған туралы ақпарат беру. Екінші, қаңтардағы қайғылы оқиғалар кезінде Қазақстаннан шетелге қандай ірі қаражаттар шығарылды? Оны кімдер шығарды? Кімдердің шоттарына түсті? Сол күрделі күндерде көлеңкелі капиталдар шығарылды деген күмәніміз бар. Ол адамдар тағдырын елімізбен байластырмаса қалаған жерде қала берсін. Бірақ шығарылған қаражат халықтың ұрланған болса, елімізге қайтарылып, экономикаға жұмыс істелсін. Сондықтан, бұндай фактілер болған жағдайда салық органдарынан мұндай қаржының шығуының заңдылығын және олардың тиісті салықтарды төлегенін тексеруін сұраймыз. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары.